Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Армысыздар, құрметті достар, бауырлар. Бізде өте қиын, ауыр жағдай болып тұр. Бүгін тағы да кішкентай балапанымыздың өмірі қыл үстінде тұр. Ата-анасының жұмысы жоқ, қаржылары жеткіліксіз. Бәріміз бір қазақ елі болып, жұмылған жұдырықтай болып, сол кішкентай балапанымызға көмектесіп жіберейікші. Біздер көмектеспесек, ол бала ертең тірі қалмайды, достар. Мен қазір осы видеоның астына барлық реквизиттарды жазып қоям. Сіздердің жіберген әрбір ақшаларыңыз ертең осы балапанымыздың үлкен өмірін құтқарып қалуы мүмкін. Жақсылық жасап жарысайық, құрметті достар. Достар, бауырлар. Мен сеніп қалдым ғой, жылатып жүрдің ғой, барып тұрған әртісің емай. Жаңағы ертең реквизиттарға алындағандай ауру балалардың жазып қоймай құрсын. Өзіміздің жазып қойсайшы. Болды? Левый счетымыз бар ғой, соны жазып қойсын. Без проблема, братан. Болды, смелого. Дәурен, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Менен бір нәрсе жасырып жүрген жоқсың ба? Жоқ. Неге өйтіп ойладың? Жоқ, жай. Ішсейші енді, суып қалады ғой. Ішем ғой. Сол жалпы қайырымдылықтарын, ақшасын шынымен сол балаларға бересіңдер ма? Әрине, жаным. Ақшаны сол бала үшін жинап отырмыз ғой бәріміз. Жұмыс істеп, видео түсіріп, монтаж жасап. Оңай емес ол деген. Мен ол жерде өз ақшамды ғана аламын. Өздері ризашылығымен берген ақша болмаса, басқа ешқандай ақша алмаймын ол жерден. Білмеймін. Біздің үйге ондай жеңіл жолмен келген ақша керек емес. Дәурен. Керек емес. Үйдің берекесін бұзады. Жоқ, жаным. Ешқандай арам ақша жоқ. Бәрі адал еңбекпен. Хорошо? Жағын ойлама. Шай іш. Жақсы. Кешке не тамақ жейміз? Білмеймін, сол палау басам ба деп отыр. Әке, мен өскенде батыр болам. Қазақстан көк туын желбіретем. Жарайсың, балам, жарайсың. Мен сен ертең ауылдың ең мықты тренеріне берем, жарай ма? Боксқа қатысып чемпион боласың. Жарайсың, балам. Әке, сен батырсың ба? Неге ол сұрақты қойдың, балам? Мамам айтты, сені балаларды құтқарады деп. Иә, балам. Мен балаларды құтқарамын. Ура, өскенде мен де чемпион болам. Жаным, балам. Болды, братан. Барлығы дайын. Бірақ та өз балаңа зыбыр ашқан қалай кетті? Жалпы жеңген білем ма? Сен не шаруаң бар? Жұмысыңды істей берсе бар. Жеңген ғой, бауырым бар. Ақша. Дос жоқ, туыс жоқ, бауыр жоқ. Просто сұрап атқан ма? Жарайды құрсын. Дайын ба камера? Али, кеш, балам. Ке, балам. Короче, екеміз жанымен отыр. Күштіліп контент түсіреміз. Сен инстаграмға салам, жарай ма? Сен күлме, басың түсіріп бүйтіп отыр. Начали. Армысыздар, қазақ елім. Сіздердің көмектеріңіз ауадай қажет болып тұр. Мен балам Алиға
үлкен ота жасау керек болып тұр. Онкология. Достар, сіздерден көмек сұраймын. Мен балам, туған балам, Алида онкология. Оған өте жақын арада ота жасау керек болып тұр. Сіздерден өтініп көмек сұраймын, халқым. Бұл баланың өмірі маған өте қымбат. Қазір осы видеоның астына барлық реквизиттарды жазып кетеміз. Сіздердің әрбір жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге еселеп қайтсыншы. Әрқашан жақсылық жасап жарысайықшы, достар. Сіздерден қатты көмек сұраймын. Бұл бала біздің болашағымыз. Стоп! Красавчик. Давай, не бар. Ана шықты ма? Нормально, Инстаграм саласыз ба? Саламыз ғой, салатын жерге сала берсе, дайындап. Монтажын бәрін істеп қой. Болды. Дәулет! Дәулет! Мынау не, сен есің дұрыс па? Контент қой, жұмысым ол мен. Қайдағы контент? Айғайламаш, адамсар сөйлеші. Бұл біздің баламыз ғой, Дәулетті есінен ауысқансың ба? Енді мен осы жұмыспен ақша таппайын ба сендерге? Қайдағы ақша? Сен енді асырамайын ба мен? Айғайлама маған. Керек емес ақша ондай. тауып отырмын сен. Керек емес ондай. Айғайлама маған. Балам тұршы. Істесей бір нәрсе. Істесей бір нәрсе. Балам. Балам. Дәрігер мырза, мен балам жағдайы қалай болып жатыр? Балаларыңыздың жағдайы ауыр. Басында онкологиялық ісік бар. Операция жасау керек. Ол аз ақша тұрмайды. Қанша қаражат керек, мен сізге барлығын тауып беремін. Тез арада. Сіздер дайындыққа кірісе беріңіздер. Жақсы. Дәулет. Енді не істейміз? Дәрігердің сұраған ақшасы аз емес. Кімнен сұраймыз? Қайдан табамыз сондай ақша? Білмеймін, Әйгерім, білмеймін. Менде басқа амал қалмады. Тапшы. Жалғыз баламыздан айырылғым келмейді. Дәулет. Бір амалын тапшы. Сбор ашамыз, Әйгерім. Мен басқа амалын көріп тұрған жоқпын. Сбор? Саған халық сене ма? Сендіреміз. Осы жол бәрін шынайы айтамыз. Басқа амал жоқ менде. Өзің жанымда отырасың. Справкаңдарын алып береміз. Арша. Көрейік. Ассалаумағалейкум. Қазақ елім, жұртым. Мен тағы да алдарыңызға шықтым бүгін стримға. Біздің балаларымыз Али үлкен дертке ұшырады. Сол балама қаражат жетпей жатыр. Көмектесіңдерші, өтініш. Бұл жолы бәрі шынайы, достар. Ешқандай өтірік жоқ. Мына документте барлық диагноз жазылған. Бәрі шынайы. Көмектесіңдерші, достар, өтініш. Басқа амалым қалмады, достар. Құрметті халық, көмектесіңіздерші. Қаршадай кішкентай ұлым Али қазіргі таңда ауруханада жатыр. Бізге
шұғыл түрде ота жасау керек. Мен ұлымнан айырылғым келмейді. Достар, мен қазір видеоның астына барлық реквизиттар жазып кетем. Өтініш көмектесіңдерші. Басқа амалымыз қалмады. Қаражат жоқ, сататын дүниемізде жоқ. Өтініш достар, көмектесіңдерші. Елім, жұртым, халқым. Сіздердің әрбір жіберген ақшаларыңыз Алладан мың есе қайтсын. Әйгерім, мен неге осылай болып отқанын түсінбей жатырмын. Бұрындары сбор ашыла салатын еді. Ақшаны халық жинап бере салатын еді. Ештеңе түсе алмай жатырмын. Именно біздің балаға келген кезде Әйгерім, Дәулет, сен бәрін өтірікпен жасадың. Адамдардың көз жасымен ақшадың. Қаншама халықтың тағдырын ойыншыққа айналдырдың. Енді сенің ашкөздігінің кесірінен біздің баламыз қиналып жатыр. Мен оған, сен әкем батыр, балаларды құтқарады дедім. Шын мәнінде сен өзің балаңды да құтқара алмай жатырсың. Дәулет, сен ақша деп бізді жоғалттың. Әйгерім қыз, біз ұрысқаннан, бір-бірімізді кінәлағаннан баламыз емделіп кетпейді, соны түсінші. Не істерім білмей жатырмын. Ақша қайдан табамын, кімнен сұраймын? Амал қалмады менде, Әйгерім. Кешірші мені. Біз қолдан келген барлық шараны істедік. Бірақ баланы аман алып қала алмадық. Өз-өздеріңе бекем болыңдар. Жоқ. Дәулет, бір нәрсе істесеңші. Дәулет. Қалай ол? Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Мен Дәулет Ерланұлы. Алдарыңыздан соңғы рет шығып отырмын. Мен жеңіл ақша табам деп, бауыр етім жалғыз ұлым Алидан айырылдым. Мен адамдарды алдадым. Мен сенімді саттым. Маған енді ешкім сенбейді. Маған отбасым да сенбейді. Мен кешірім сұраймын. Сіздер олай жасамаңыздар. Өтінемін сіздерден.